Қара тікұшақтың пулеметінен шыққан оқтар тау шатқалын тілгілеп барады. Бауыржанның қолында небәрі жалғыз оқ қалды. Ал алдында 20 жыл бойы бауырым деп сенген, бірақ қазір оған ажал сыйлауға дайын тұрған Қанаттың суық жанары. Бауке деп айқайлады Қанат, қаруын кезеп. Сен махаббатты таңдадың, демек сен өлімді таңдадың. Сенің империяң бүгін осы жерде, осы ақ қардың үстінде күлге айналады. Бауыржан аспанға көтеріліп, бұлттардың арасына сіңіп бара жатқан ұшаққа соңғы рет қарады. Ол ұшақтың ішінде оның бүкіл өмірі, Әсемі мен балалары кетіп бара жатыр еді. Ол өзін құрбандыққа шалды, бірақ өкінбейді. Егер менің өлімім оларға өмір сыйласа деп сыбырлады, Бауыржан тапаншасының шүріппесін басып тұрып, онда мен тозаққа күлімсіреп баруға дайынмын. Тарс еткен оқ дауысы бүкіл тауды жаңғыртты. Бәрі қалай басталды? Мәскеуді дірілдеткен қаншер Бауыржан қалайша қарапайым әкеге айналды. Және оны соңғы минутта кім сатып кетті? Бүгін біз сіздерге махаббат, сатқындық және кек туралы ең аянышты әрі шиеленісті хикаяны ұсынамыз. Соңына дейін тыңдаңыз, өйткені финал сіз күткеннен де таңғаларлық болмақ. Арнамызға тіркеліп қолдау білдіруді ұмытпаңыздар. Қай қаладан сағат нешеде көргендеріңізді жазып кетіңіздер. Алматының түнгі аспаны ауыр бұлттарға толып, қала үстін қара барқыттай жауып тұрды. Көше шамдарының сарғыш сәулесі жаңбырдан кейінгі жылтыраған асфальтқа шағылысып, қаланы тылсым бір кейіпке енгізген. Дәл осы сәтте Әл-Фараби даңғылы мен қара түсті, брондалған Rolls-Royce Phantom көлігі өзгелерден оқшауланып, салмақты жүріспен келе жатты. Оның соңында екі бірдей қара жол талғамайтын көлік, қарулы күзет, ілесіп келеді. Көліктің артқы орындығында Бауыржан Асқаров отырды. Қала халқы оны сыртынан Бауке деп атағанымен көзіне тура қарауға батпайтын. Ол осы шаһардың көлеңкелі билігінің иесі, бір ауыз сөзімен тағдырларды шешетін, жүрегі тас боп қатқан адам еді. Үстіндегі қымбат итальяндық костюмі, білегіндегі соңғы үлгідегі сағаты мен саусағындағы ауыр мөрі оның мәртебесінен хабар беріп тұрғандай. Оның қасында Айдана Сәбитова отырды. Қаланың ең дәулетті әулетінің ерке қызы. Оның үстіндегі жібек көйлегі мен құлағындағы гауһар сырғалары көлік ішіндегі жарықпен шағылысып, айналаға сән беріп тұр. Олардың некесі махаббат емес, екі алпауыт әулеттің мүддесі үшін жасалған мәміле еді. Айдана мақтанышпен той дайындығын айтып, Бауыржанның иығына басын сүйеді. Бірақ Бауыржан оны тыңдап отырған жоқ еді. Оның суық жанары терезе сыртындағы ағылып жатқан оттарға қадалған. Көлік Достық даңғылы мен Құрманғазы көшесінің қиылысына келгенде бағдаршамның қызыл түсі жанды. Жүргізуші көлікті баяу тоқтатты. Дәл осы сәтте Бауыржанның назары жаяу жүргіншілер жолына ауды. Көшеден балалар арбасын итеріп, жанында тағы бір кішкентай баланы жетектеген әйел өтіп бара жатты. Оның үстінде ескілеу күздік пальто, басында қарапайым орамал. Бірақ ол әйел басын көтеріп, жанындағы баласына жымия қарағанда, Бауыржанның демі тоқтап қалғандай болды. Бұл Әсем еді. Оның 5 жыл бұрын өз қолымен өмірінен сызып тастаған, қауіпсіз болсын деп қаталдықпен алыстатқан жалғыз махаббаты. Әсем өзгеріпті. Жүзінде сәл шаршау бар, бірақ сол баяғы мейірім мен тазалық сақталған. Ол арбадағы егіздердің бірі жылап қалғанда иіліп, оның маңдайынан сүйіп, бірдеңе айтып жұбатты. Бауыржанның саусақтары көліктің былғары орындығын еріксіз қысып қалды. Оның ішінде бір дауыл басталғандай еді. Кімнің балалары? Неге егіз? Неге ол жалғыз? Деген сұрақтар миын шарпып өтті. 5 жыл бұрын ол Әсемді тастап кеткенде, оның аяғы ауыр болуы мүмкін екенін ойламапты да. Бауыржан, саған не болды? Түрің боз болып кетті ғой. Айдананың ерке дауысы ойын бөліп жіберді. Ол Бауыржанның бетіне үңіліп, оның жанары тоқтап қалған нүктеге қарауға тырысты. Бауыржан естімегендей күйде болды. Оның жанары тек Әсемнің артынан қадалған. Әсем жолдың арғы бетіне өтіп, қараңғы көшелердің біріне сіңіп бара жатты. Ол бір ретте артына бұрылып қарамады. Оның бұл әлемде өз соқпағы, өз өмірі бардай. Владимир. Кешір, Бауыржан. Саған айтып жатырмын ғой, жасыл жанды. Жүргізушің сенің белгіңді күтіп тұр, деді Айдана дауысын сәл көтеріп. Бауыржан есін жиғандай болды. Бірақ бұл бұрынғы Бауыржан емес еді. Оның ішіндегі мұз сеңі алғаш рет жарылғандай болды.
Ол алдындағы айнадан өзіне қарап тұрған күзетшісі Мұратпен көз түйістірді. Мұрат Баукесінің жанарынан бәрін түсінді. Ол да Әсемді таныған еді. «Жүр», деді Бауыржан қырылдаған дауыспен. Көлік орнынан қозғалды. Бірақ сол сәттен бастап Бауыржан Асқаровтың тас қамал өмірінің іргесі сөгіле бастаған еді. Ол өзінің ең үлкен қателігімен де, ең үлкен шындығымен де бетпе-бет келгенін сезді. Алматының түні енді ол үшін бұрынғыдай тыныш болмайды. Көлік Алматының зәулім мейрамханаларының біріне келіп тоқтады. Сыртта күтіп тұрған қызметкерлер есікті ілтипатпен ашып, құрмет көрсетіп жатты. Айдана Бауыржанның білегінен ұстап, мақтанышпен ішке беттеді. Алайда Бауыржанның денесі осында болғанымен, жаны әлгі жаяу жүргіншілер жолында қалып қойған еді. Дастархан басында Айдана үйлену тойына шақырылатын қонақтардың тізімін, гүлдердің түсін, тіпті Франциядан алдыртпақ болған көйлегін айтып таусылмай жатты. Оның әрбір сөзі Бауыржанның құлағына жаңғырық болып тиіп, жүйкесіне тие бастады. Ол алдындағы қымбат шараптан жұтып жіберіп, терезе сыртындағы қараңғылыққа қарады. «Бауыржан, сен мені мүлдем тыңдап отырған жоқсың». Айдананың даусынан өкпемен ашу сезілді. «Әлгі әйелді көргелі бері өзіңді бір түрлі ұстап жүрсің. Кім ол? Соншама есіңнен танатындай кімді көрдің?» Бауыржан ауыр күрсініп, жанарын қалыңдығына бұрды. Оның суық қарасынан Айдана сескеніп, сөзін жұтып қойды. «Айдана, маған біраз уақыт бер. Басым ауырып тұр», деді ол қысқа ғана. Ол орнынан тұрып, мейрамхананың балкон жағына шықты. Түнгі қаланың салқын ауасы бетін шарпыды. Бауыржан қалтасынан телефонын алып, күзет басшысы Мұратқа қоңырау шалды. «Тыңдап тұрмын, Бауке», деді арғы жақтан салмақты дауыс. «Сен де көрдің бе?» Бауыржанның дауысы дірілдеп шықты. «Ол ма? Расымен сол ма?» Телефонның арғы жағында ұзақ үнсіздік орнады. Мұрат Бауыржанмен бірге от пен судан өткен, 20 жыл бойы қасында жүрген ең сенімді адамы. Оның мұндай үнсіз қалуы Бауыржанның күдігін нығайта түсті. «Мұрат, саған сұрақ қойып тұрмын». Бауыржанның дауысы бұйрыққа ұласты. «Иә, Бауке. Бұл Әсем еді», деді Мұрат ақырын ғана. «Мен оның қайда тұратынын, не істеп жүргенін білемін». Бауыржанның төбесінен мұздай су құйып жібергендей болды. Жүрегі атқақтап, демі тарылды. Сен білдің бе? Сонда менің қасымда жүріп, оның қайда екенін біле тұра, менен жасырдың ба?» Бауыржанның ашуы шегіне жетті. «Қазір кел. Тезірек». 20 минуттан соң Мұрат мейрамхананың артқы жағындағы оқшау жерде Бауыржанның алдында тұрды. Ол басын төмен салып, кінәлі адамдай үнсіз қалды. «Сөйле», деді Бауыржан тісінің арасынан. «Бәрін айт. Ол балалар кімдікі?» Мұрат терең дем алып, Бауыржанның көзіне тура қарады. «Олар сіздің ұлдарыңыз, Бауке. Есімдері Арман мен Асқар. Осыдан 4 жыл бұрын дүниеге келген. Әсем сізді мазалағысы келмеді. Ол сіздің әлеміңізден, қару мен қаннан қорықты. Балаларының әкесінің кім екенін ешкім білмесін, оларды тыныш өмірде өсіргін келеді деп менен өтінді. Мен оның қауіпсіздігі үшін, сіздің жауларыңыз оларды тауып алмау үшін үндемедім». Бауыржан есеңгіреп, қабырғаға сүйене кетті. Оның 4 жасар 2 ұлы бар. Ол өмір бойы жинаған билігі, алтыны мен ақшасының мына жаңалықтың қасында түкке тұрғысыз екенін түсінді. 5 жыл бойы Әсем жалғыз өзі қиындық көріп, 2 баланы асырап, оларды қауіптен жасырып келген. Ал ол болса, басқа елмен некелесуге дайындалып, бақытты өмір сүрмек болды. «Олар қайда тұрады?» деді Бауыржан Мұраттың жағасынан алып. «Саялы мөлтек ауданында. Ескі пәтерлердің бірінде». «Бауке, асықпаңыз. Ол сізді көргісі келмейді. Ол әлі де қорқады». «Маған бәрібір», деп ақырды Бауыржан. «Олар менің қаным. Менің ұлдарым». Бауыржан Мұратты итеріп жіберіп, көлігіне қарай жүгірді. Айдананың мейрамхана ішінде қалып қойғаны, оның әкесінің ықпалы, алдағы үлкен жоспарлар, бәрі де бір сәтте күл-талқан болды. Оның ойында тек бір ғана нәрсе болды. Әсемнің мұңлы жанары мен арбадағы 2 кішкентай сәби. Түнгі Алматының тыныштығын бұзып, Бауыржанның көлігі Саялы мөлтек ауданына келіп тоқтады.
Бұл жер орталықтың жарқыраған шамдарынан алыс, шеткері орналасқан, тозығы жеткен 5 қабатты үйлері бар қарапайым аудан еді. Мұндағы ауада басқаша көмірдің иісі мен тымқыл топырақтың иісі араласқан. Бауыржан көліктен түскенде үстіндегі қымбат костюмі мен жылтыр аяқ киімі бұл жердің көрінісіне мүлдем үйлеспей тұрды. «Осы ма?» деді Бауыржан даусы дірілдеп. «Осы үй, 3-ші қабат» деп жауап берді Мұрат, басын төмен салып. «Бауке, байқаңыз. Ол сізді күтіп отырған жоқ». Бауыржан Мұраттың сөзін тыңдамастан ескі кіреберіске беттеді. Темір есіктің ашылғандағы шықырығы құлағына түрпідей тиді. Әр басқан қадамы сайын жүрегі атқақтап, кеудесіне сыймай бара жатты. Ол талай рет өліммен бетпе-бет келгенде де бұлай қорықпаған еді. 3-ші қабатқа шығып, 42 пәтердің алдына тоқтады. Есіктің сыртында балалардың кішкентай, лай болған етіктері тұр еді. Бауыржан сол етіктерге қарап тұрып, тамағына өксік тығылды. Бұл оның ұлдарының аяқ киімі еді. Ол дірілдеген қолымен есіктің қоңырауын басты. Іштен ақырын басқан қадамдардың дыбысы естілді. «Кім бұл?» «Мұрат, сен бе? Кілтіңді ұмытып кеттің бе?» деген әсемнің таныс, жұмсақ дауысы шықты. Есік ашылды. Босағада үстіне қарапайым тоқылған жемпір киген, шашын артқа жинаған әсем тұрды. Бірақ алдында Мұрат емес, Бауыржанды көргенде, оның өңі қуарып, қолындағы сүлгісі жерге түсіп кетті. «Бауыржан!» Оның даусы әзер шықты. Сен бұл жерді қайдан таптың?» Бауыржан үндеместен әсемнің көздеріне қарады. Ол көздерде қорқынышта, сағынышта, өкініште бар еді. Бауыржан еш рұқсатсыз ішке қадам басты. Пәтер тар болса да өте таза әрі жайлы екен. Төргі бөлмеден балалардың ақырын пысылдап ұйықтаған дыбысы естіледі. «Неге, әсем? Неге маған айтпадың?» Бауыржанның даусы қатал шыққанымен ішінде өртеніп бара жатты. «Олар менің қаным ғой. Менің ұлдарым. Сен мені 5 жыл бойы олардан айырдың». Әсемнің жанарына жас толды. Ол есікті тарс жауып, Бауыржанның алдына келіп тұрды. «Сенің қаның?» деді ол сыбырлап, бірақ нық дауыспен. «Сен қайда болдың, Бауыржан? Сенің әлеміңде тек қару, ақша және өлім бар. Мен ұлдарымның мафияның балалары болғанын қаламадым. Олардың түнде тыныш ұйықтағанын, әкесінің біреуді атып кеткенін немесе біреу оны атып кететінін ойлап қорықпағанын қаладым. Сен бізді тастап кеткенде мен өліп кете жаздадым. Бірақ мына балалар үшін тірі қалдым». Бауыржан жауап бере алмай қалды. Оның әсемді қорғағысы келгені рас еді, бірақ ол қорғаныс әсем үшін ең ауыр соққы болып тигенін енді түсінді. Сол сәтте жатын бөлмеден кішкентай баланың дауысы шықты. «Мама! Ішкім келеді». Есіктен ұйқылы ояу, шашы түкірген кішкентай ұл бала шықты. Ол көзін уқалап тұрып, бөлме ортасында тұрған бейтаныс, еңгезердей ер адамды көріп, тоқтап қалды. «Мама, бұл кім?» деп сұрады бала әсемнің етегіне жабысып. Бауыржанның жүрегі тоқтап қалғандай болды. Баланың түрі дәл өзі. Қас-қабағы, мұрны, тіпті еріннің қисаюына дейін кішкентай Бауыржан. Ол еріксіз тізе бүгіп, баланың деңгейіне түсті. «Мен?» Бауыржан сөз таба алмай қалды. Бұл біздің ескі танысымыз, Арман», деді әсем даусы дірілдеп. Бауыржан балаға қолын созғысы келді, бірақ бала сескеніп, анасының артына тығылып қалды. Бұл соққы Бауыржанға кез келген оқтан да ауыр тиді. Ол өз баласы үшін жат адам еді. Дәл осы сәтте Бауыржанның қалтасындағы телефоны шырылдады. Экранда Айдана деген есім жанып тұрды. Ол телефонды алып терезеден далаға лақтырып жіберді. Оның ескі өмірі сол телефонмен бірге жоқ болғанда еді. «Мен ешқайда кетпеймін, әсем», деді Бауыржан орнынан тұрып. «Енді ешқашан». Түн ортасы ауса да, Саялы Мөлтек ауданындағы ескі пәтердің ішіндегі шиеленіс сейілмеді. Бауыржан терезе алдында ойға шомып тұр. Ол телефонды лақтырып жібергенімен, мәселенің онымен шешілмейтінін жақсы түсінді. Айдананың әкесі, Сәбитов, Алматының жоғарғы эшелонындағы ықпалды адамдардың бірі. Ол өзінің жалғыз қызының қорланғанын және маңызды іскерлік одақтың бұзылғанын ешқашан кешірмейді.
Әсем Арманды су ішкізіп қайтадан төсегіне жатқызды. Ол бөлмеден шыққанда жүзінде шаршау мен үрей табы бар еді. Бауыржан, сенің мұнда болғаның дұрыс емес, деді ол сыбырлап. Сенің келуің бізге бақыт емес, қауіп әкеледі. Қарашы өзіңе. Сенің ізіңде қан мен кек жүреді. Мен балаларымның оқ пен жарылыстың арасында қалғанын қаламаймын. Бауыржан Әсемге жақындап, оның иығынан ұстағысы келді, бірақ Әсем сәл шегініп кетті. Бұл қашықтық Бауыржанның жүрегін тіліп өткендей болды. Мен бәрін өзгертемін, Әсем. Енді ешқандай қару, ешқандай көлеңкелі істер болмайды. Мен сендерді қорғаймын, деді Бауыржан нық сеніммен. Сенен кім қорғайды? Әсемнің көзінен жас парлап кетті. Сенің өзіңнен бізді кім қорғайды? Сенің өткенің бізді ерте ме, кеш пе тауып алады. Дәл осы сәтте ауладағы Мұраттан хабар келді. Ол пәтердің есігін ақырын қағып ішке кірді. Оның түрінен жаман хабар әкелгені көрініп тұрды. Бауке, Сәбитовтың адамдары қозғалды. Қаланың барлық бекеттеріне хабар берілген. Айдана әкесіне бәрін айтқан көрінеді. Олар сіздің жоғалып кеткеніңізді сатқындық деп қабылдап отыр. Бауыржанның жанары суып кетті. Олар бұл жерді біле ме? Әзірге жоқ. Бірақ менің ізіме түсуі мүмкін. Бізге бұл жерден кету керек. Тез арада. Әсем шошып кетті. Қайда барамыз? Мен ешқайда бармаймын. Менің балаларым ұйықтап жатыр. Әсем, тыңдашы, Бауыржан оның қолын қатты қысты. Бұл жолы менің сөзіме сен. Егер олар мұнда келсе, мен сендерді қорғап қала алмаймын. Бұл тар пәтер біз үшін тұзақ. Әсем амалсыз келісті. Ол жылап жүріп балаларды оятты. Арман мен Асқар не болғанын түсінбей, көздерін уқалап, анасының құшағына тығылды. Бауыржан өз ұлдарын көтеріп алғысы келді, бірақ балалар тағы да сескенді. Ақыры Мұрат пен Бауыржан екі баланы көрпеге орап, ескі кіреберіспен төмен алып түсті. Сыртта жаңбыр сіркіреп тұр екен. Олар Бауыржанның қымбат Rolls-Royce'ына емес, Мұрат алдын ала дайындап қойған ескі, көзге түспейтін Тойотаға отырды. Көлік орнынан қозғала бергенде, аулаға екі қара Гелендваген кіріп келді. Олар тура Әсем тұратын кіреберістің алдына тоқтады. Көліктен қаруланған, қара киімді адамдар түсе бастады. Үлгердік, деп күбірледі Мұрат, газды басып. Әсем артқы орындықта балаларын бауырына басып, терезеден өз үйіне қарап қалды. Оның тыныш өмірі осы түнде күл талқан болған еді. Ал Бауыржан алдына қарап отырып, іштей Сәбитовке соғыс жариялады. Ол бұл жолы тек билік үшін емес, өз отбасының амандығы үшін шайқасатынын білді. Бірақ ол бір нәрсені ескермеді. Сәбитовтың жалғыз көмекшісі Айдананың әкесі ғана емес, Бауыржанның өз ортасындағы сатқындар да еді. Көлік Алматының тау етегіндегі иір жолдармен жоғары өрлеп келе жатты. Жаңбыр күшейіп, таудың қалың тұманы айналаны жұтып жібергендей. Әсем артқы орындықта егіздерін құшақтап, үнсіз көз жасын тыйып отыр. Ол өзінің 5 жыл бойы қалаған тыныштығының бір түнде күлге айналғанына сене алар емес. Бауыржан, біз қайда барамыз? Деді Әсем даусы дірілдеп. Бұл жол бітпейтін сияқты. Тау ішіндегі ескі үйге. Ол жерді ешкім білмейді. Ресми құжаттарда жоқ, деп жауап берді Бауыржан, жанарын алдыңғы жолдан тайдырмай. Ол жерде сендерге қауіп жоқ. Көлік биік темір қоршаулы, ағаштардың арасына жасырынған екі қабатты ағаш үйдің алдына келіп тоқтады. Бұл Бауыржанның ең қиын кезеңдерге сақтап қойған соңғы қамалы еді. Көліктен түскенде таудың салқын ауасы өкпе қапқандай болды. Бауыржан балаларды көтеріп ішке кіргізді. Үй іші суық болғанымен Мұрат дереу каминді жағып, бөлмені жылыта бастады. Әсем балаларды жоғарғы қабаттағы жатын бөлмеге жатқызып келген соң төмен түсті. Ол Бауыржанның камин алдында ойға шомып, тапаншасын тексеріп отырғанын көрді. Міне, менің қорыққан нәрсем осы еді, деді Әсем оған жақындап. Қару, тығылу, үрей. Бауыржан, сен бәрін өзгертемін дедің, бірақ біз тағы да сол баяғы қанды соқпақтың үстінде тұрмыз. Бауыржан қаруын үстел үстіне қойып, орнынан тұрды. Ол Әсемнің көздеріне тура қарады. Бұл соңғы рет. Сәбитов пен оның адамдары мені оңай жібере салмайды.
Мен олардың көзін жоймайынша бізге тыныштық жоқ. Менің мақсатым сендерді мүлдем басқа елге, ешкім танымайтын жерге жіберу. Ал сен ше? Әсемнің жанарынан қорқыныш ұшқыны жылт етті. Менің бұл жерде бітіретін шаруаларым бар. Дәл осы сәтте төменнен, есік алдынан күзетте тұрған Мұраттың айқайы естілді. Артынша тарс еткен дыбыс шықты. Бауыржан бірден қаруын алып, Әсемді өзінің артына тығып үлгерді. Мұрат! Не болды? Бауыржан сыртқа ұмтылды. Үйдің алдындағы шамдардың жарығында Мұраттың біреумен алысып жатқаны көрінді. Бірақ бұл Сәбитовтың адамдары емес еді. Бұл, Бауыржанның ең сенімді деген жақын серіктестерінің бірі, оң қолы саналатын Қанат еді. Оның соңында тағы 5-6 қарулы адам тұр. Бауке, деді Қанат суық жымиып. Сені мұнда болады деп ойламаппын. Айдананың әкесі сенің басыңа үлкен сыйақы тігіп қойды. Мені кешір, бірақ бизнес. Сен әйел мен бала үшін империяңды қиратпақ болдың, біз бұған жол бере алмаймыз. Бауыржанның жүрегі мұздап кетті. Ең жақын адамының сатқындығы оған оқтанда ауыр тиді. Ол өзінің ескі достарының ақша үшін өз отбасын құртуға дайын екенін түсінді. Қанат, деді Бауыржан дауысын нық шығарып. Балаларға тиіспеңдер. Маған не істесеңдер де мейлі, бірақ олардың кінәсі жоқ. Кеш, Бауке. Сәбитов бәрін тамырымен жоюды бұйырды. Қанат қаруын Бауыржанға қарай бағыттады. Дәл осы сәтте үйдің ішінен Әсемнің шыңғырған дауысымен балалардың жылаған үні естілді. Сатқындардың бір бөлігі үйдің артқы есігінен кіріп үлгерген екен. Үйдің ішіне шыққан Әсемнің шыңғырған дауысы Бауыржанның құлағына жеткенде оның көзіне қан толды. Осы сәтке дейін ол салқын қандылық сақтауға тырысқан еді, бірақ енді оның ішіндегі аң оянды. Мұрат, оң жақты ал, деп ақырды Бауыржан. Ол сөйлеп үлгергенше, Қанаттың адамдары оқ жаудыра бастады. Бауыржан каминнің жанындағы ауыр емен үстелді аударып жіберіп тасаға тығылды. Оқтар үстелдің бетіне тарс-тарс тиіп, жаңқаларын жан-жаққа ұшырды. Бауыржан 2 тапаншасында суырып алып, нысанаға дәл тигізе бастады. Бірінші оқ Қанаттың жанында тұрған күзетшінің иығына тиіп, оны сұлатып түсірді. Атқылаңдар. Оны тірі қалдырмаңдар. Қанат қорқып кетіп көліктің тасасына тығылды. Бауыржан ептілікпен 2-ші қабатқа көтерілетін баспалдаққа қарай ұмтылды. Оған ең бірінші отбасын құтқару керек еді. Баспалдақпен жоғары жүгіріп келе жатқанда алдынан Қанаттың тағы бір адамы шыға келді. Бауыржан оның қарулы қолын қайырып жіберіп, басымен ұрып құлатты да, еш ойланбастан жатын бөлменің есігін теуіп ашты. Іштегі көрініс оның зәресін алды. Қара киімді еңгезердей еркек Әсемді шашынан ұстап, қабырғаға тақап тұр екен. Егіздер, Арман мен Асқар, бұрышта бір-біріне тығылып, жан дауыстары шыға жылап жатыр. Жібер оны. Бауыржанның дауысы жер астынан шыққандай гүрілдеп шықты. Қара киімді адам Әсемді қалқан ретінде пайдаланбақ болып, тамағына пышақ тақады. Бірақ Бауыржан оған мүмкіндік бермеді. Ол секундына жетпейтін уақытта нысананы көздеп, басқыншының қолына оқ атты. Пышақ жерге түсті. Бауыржан қасына жетіп барып, оны терезеден сыртқа итеріп жіберді. Әсем есеңгіреп жерге отыра кетті. Бауыржан балаларын құшағына алды. Осы жолы Арман мен Асқар әкесінен қашпады. Керісінше, оның кең кеудесіне тығылып дірілдеп тұрды. Олар өмірінде алғаш рет өздерін қорғайтын нағыз күшті сезінді. Қорықпаңдар. Мен мұндамын, деп сыбырлады Бауыржан. Оның даусынан бұрынғы суықтық емес, әкелік мейірім естілді. Ол Әсемді қолынан тартып тұрғызды. Әсем, Мұраттың көлігі артқы жақта тұр. Соған қарай жүгіру керек. Мен сендерді қалқалаймын. Олар дәлізге шыққанда төменде атыс тоқтаған еді. Бауыржан секем алып қалды. Ол баспалдақтан төмен қарағанда Мұраттың жараланып, жерде жатқанын көрді. Қанат болса, оның басына тапанша тақап тұр екен. Шық, Бауке. Әйтпесе ескі досыңның миын шашамын. Қанаттың дауысы қалтырап шықты. Ол Бауыржанның қаншалықты қауіпті екенін білетін. Бауыржан Әсемге орныңнан қозғалма дегендей ишарат жасап, төменге, ашық жерге шықты. Ол қаруын еденге тастады. Міне, мен келдім.
Мұратты жібер. Оның кінәсі жоқ, деді Бауыржан сабырмен. Сенің кінәң әлсіздігіңде, деді Қанат мысқылдап. Сен махаббатты таңдадың. Ал біздің әлемде махаббат өлім. Сәбитов сенің басыңда әкелгенге бүкіл қаланы сыйға тартамын, деді. Кешір, ескі дос. Қанат тапаншасының шүртпесін басуға дайындалды. Бауыржан өлімге дайын болғандай көзін жұмды. Бірақ дәл сол сәтте үйдің сыртынан гүрілдеген ауыр техниканың дауысы мен тікұшақтың қанаттарының дыбысы естілді. Үйдің төбесінен арнайы жасақ, собыр адамдары түсе бастады. Сәбитовтың адамдары мен Қанат не болғанын түсінбей аңтарылып қалды. Үйдің төбесінен түскен арнайы жасақ сарбаздары бірнеше секунд ішінде бүкіл бөлмені бақылауға алды. Қанат не істерін білмей, сасқалақтап, тапаншасын Мұраттың басынан тайдырып алды. Сол-ақ екен, жасақ командирінің нық дауысы естілді. Қаруды тастаңдар. Қарсылық көрсеткендер оққа ұшады. Қанат пен оның соңында қалған 2-3 адам амалсыз қолдарын көтеріп, тізе бүкті. Бауыржан таңырқап қалды. Бұл жасақ Сәбитовтың адамдарына мүлдем ұқсамайды. Бұл мемлекеттік деңгейдегі нағыз кәсіби мамандар еді. Есіктен қара пальто киген, жасы 50-лер шамасындағы салмақты ер адам кіріп келді. Бауыржан оны танығанда таңданысын жасыра алмады. Бұл ұлттық қауіпсіздік комитетінің генералы Асхат Смағұлов еді. Ол Бауыржанның ең үлкен құпияларының бірі болатын. Бауыржан, деді генерал сабырмен, сенің мұнда екеніңді білу оңай болған жоқ. Ескі баспанаңды әлі сақтап жүр екенсің ғой. Бауыржан қаруын жерден алмай тік тұрды. Генерал, сіз бұл жерді қайдан таптыңыз? Және неге маған көмектесіп тұрсыз? Асхат Смағұлов Қанатқа жиіркене қарап өтіп, Бауыржанның жанына келді. Сен бізге 5 жыл бұрын берген уәдеңде тұрдың. Қаланы ірі есірткі картельдерінен тазарттың, бізге маңызды ақпараттар беріп отырдың. Сен біз үшін көлеңкелі бақылаушы болдың. Біз сенің Сәбитовпен құда болып, жүйеден кеткін келгенін білдік. Бірақ сенің бүгінгі таңдауың, отбасыңа оралуың біз үшін де күтпеген жағдай болды. Бауыржан жоғарыда тұрған Әсем мен балаларға қарады. Олар қорқып, баспалдақтың шетінде отыр екен. Сәбитов бүгін шектен шықты, жалғастырды генерал. Ол мемлекеттік қызметкерлерді сатып алып, жеке соғысын бастады. Біз оны тоқтатуды ұйғардық. Бірақ сенің сатқын досың, ол Қанатты нұсқады, оның бәрін бізге жеткізіп берді. Қанат сені ғана емес, Сәбитовты да сатып, бізбен мәміле жасаспақ болған. Қанаттың өңі қуарып, жерге қарады. Ол екі жақты ойын ойнамақ болып, ақыры өз тұзағына өзі түскен еді. Мұратты алыңдар деп бұйырды Бауыржан. Оған медициналық көмек керек. Арнайы жасақ Мұратты зембілге салып алып кетті. Бауыржан Әсемнің қасына жүгіріп шықты. Әсем оны көріп, еңкілдеп жылап жіберді. Ол генералды да, жасақты да түсінген жоқ. Тек Бауыржанның аман қалғанына сенер-сенбесін білмеді. Бәрі бітті ме? Деп сұрады Әсем сыбырлап. Бауыржан оның маңдайынан сүйеді. Әзірге иә. Бірақ Сәбитов әлі бостандықта. Ол жараланған қасқырдай қауіпті. Генерал Смағұлов төменнен дауыстады. Бауыржан, біз Әсем мен балаларды қауіпсіз жерге жеткіземіз. Ал сен екеуміздің Сәбитов туралы сөйлесетін шаруамыз бар. Егер оны бүгін тоқтатпасаң, ертең ол бүкіл Алматыны өртеп жібереді. Бауыржан Әсемнің көздеріне қарады. Ол өзінің соңғы шайқасына аттануы керек екенін түсінді. Не отбасы үшін бәрін тоқтатады, не мәңгілік қашқын болып өтеді. Генерал Смағұловтың адамдары Әсем мен балаларды бронды көлікке отырғызып, қауіпсіз жерге алып кетті. Көлік қозғалғанша Әсем терезеден Бауыржанға телміріп қарап қалды. Оның жанарында қайтып орал деген үнсіз өтінішпен сені жоғалтып алмаймын ба? деген үрей араласып тұрды. Бауыржан тек басын изеп, сені ұялатты. Дайынсың ба, Бауыржан? Деді генерал суық қаруын оқтап жатып. Сәбитов қазір өзінің қала сыртындағы резиденциясында. Ол жақты нағыз қамалға айналдырған. Оның жеке күзеті, кәсіби жалдамалы әскерлер. Бұл ресми операция емес, сондықтан мен тек шектеулі күш бере аламын. Маған армияның керегі жоқ, генерал, деді Бауыржан суық жымиып. Оның жанарынан бұрын соңды болмаған қатыгездік ұшқыны көрінді.
Сәбитов менің отбасыма қол созды. Ол үшін жауап беретін кез келді. Олар Сәбитовтың зәулім сарайына түн ортасы ауа жетті. Биік дуалдар, бейнебақылау камералар мен тікенек сымдар бұл жердің иесінің қаншалықты секемшіл екенін айтып тұрғандай. Бауыржан генералдың адамдарымен бірге артқы жақтан орман ішімен жасырын енді. Сарайдың ішінен айқай-шу естілді. Бауыржан қонақ бөлмеге жақын келгенде, Айдана мен әкесінің дауысын таныды. «Әке, тоқтат бәрін!» Айдананың дауысы шыңғырып шықты. «Сен оны өлтіртпек болдың ба? Мен оны сүйетін едім. Сен маған онымен бақытты боласың деп уәде бергенсің. Ол сені қорлады, Айдана!» Сәбитовтың дауысы гүр етті. Ол маған емес, әлдебір көше кезген әйел мен оның арамза балаларына кетіп қалды. Морозов. Жоқ, Асқар бүгін тірі қалмайды. Оның империясы енді менікі. Дәл осы сәтте Бауыржан терезеден қарғып түсіп, бөлме ортасына шықты. Оның қолындағы екі тапанша да Сәбитовке бағытталған еді. «Империяңды көрге ала кетерсің, Сәбитов!» Бауыржанның дауысы найзағайдай саңқ етті. Сәбитовтың күзетшілері қаруларына жармасты, бірақ генералдың мергендері терезеден олардың қолына оқ атып, қаруларын түсіріп үлгерді. Бөлме ішінде өлі тыныштық орнады. Айдана есеңгіреп диванға құлай кетті. Ол алдында тұрған Бауыржанды танымай қалды, оның үсті басы қан мен шаң, бірақ жанарынан от шашырап тұр. «Бауыржан!» Айдана сыбырлады. Сен тірісің бе?» Бауыржан оған қарағанда жоқ. Оның бар назары Сәбитовте. «Сен менің балаларыма қару кезетін адам жібердің. Сен әсемді өлтірмек болдың. Мен саған бәрін кешірер едім, бірақ бұны емес». Сәбитов ақырын жымиды. Ол жеңілгенін білсе де, бойындағы тәкаппарлығын жоғалтпаған. «Ат, Бауыржан. Ат. Бірақ біл, менің өлімім сені бақытты қылмайды. Сенің қолың мәңгілікке қанға боялған. Сен ешқашан қарапайым әке бола алмайсың». Бауыржан саусағын шүріппеге қойды. Бөлмедегі ауа тартылып кеткендей болды. «Айдана жоқ!» деп айқайлап жіберді. Бірақ Бауыржан оқ атпады. Ол терең дем алып, тапаншасын төмен түсірді. «Жоқ, Сәбитов. Сенің деңгейіңе түспеймін. Сенің тағдырыңды заң шешеді. Генерал Смағұловта сенің барлық заңсыз істерің туралы құжаттар бар. Сен бұл сарайдан абақтыға аттанасың. Сенің ең үлкен жазаң бәрінен айырылып, жалғыздықта шіру». Сол сәтте бөлмеге арнайы жасақ сарбаздары лап қойып, Сәбитовтың қолына кісен салды. Айдана әкесінің соңынан жылап жүгіре берді, бірақ Бауыржан оны тоқтатқан жоқ. Ол сарайдан сыртқа шықты. Таң атып келе жатыр екен. Аспанның шеті қызара бөртіп, жаңа күннің басталғанынан хабар берді. Оның телефонына хабарлама келді. Бұл Мұрат еді. «Бауке, мен аманмын. Ота сәтті өтті. Әсем мен балалар қауіпсіз жерде сені күтіп отыр». Бауыржан көлікке отырып, қалаға қарай бет алды. Ол енді Бауке емес, жай ғана Бауыржан болып, өз отбасына асықты. Алматының аспаны таңғы шапақпен боялып, қала біртіндеп бояна бастады. Бірақ бұл таң Бауыржан үшін өміріндегі ең ерекше таң еді. Ол Сәбитовтың сарайынан шығып, генерал Смағұлов көрсеткен қауіпсіз мекен-жайға Іле Алатауының баурайындағы демалыс үйіне қарай бет алды. Жол бойы ол өзінің өткен өмірін ойлады. 15 жыл бойы жинаған абыройы, қаталдығы мен билігі, әсемнің бір тал шашына да тұрмайтынын ол енді ғана шын түсінді. Көлік тау ішіндегі шағын, бірақ өте нық салынған коттедждің алдына келіп тоқтады. Аулада екі сарбаз күзетте тұр. Бауыржан көліктен түскенде, оның жүрегі балаша лүпілдеп кетті. Ол есікті ақырын ашты. Төргі бөлмеде әсем терезеге қарап, мазасызданып отыр екен. Бауыржанның аман-есен кіріп келгенін көргенде, ол орнынан қалай тұрып кеткенін байқамай қалды. Екеуі бір-біріне үнсіз ұзақ қарап тұрды. Олардың арасындағы 5 жылдық сағыныш пен соңғы түнгі осы бір сәтте түйіскендей болды. Сен жараланыпсың ғой, деді әсем оның бетіндегі сызат пен көйлегіндегі қанды көріп. Бұл менің қаным емес, әсем. Ең бастысы, бәрі артта қалды.
Сәбитов енді бізге қауіп төндіре алмайды. Бауыржан оған жақындап, маңдайынан иіскеді. Сол сәтте көрші бөлмеден егіздердің дауысы шықты. Арман мен Асқар оянып, аналарын іздеп шыққан екен. Олар Бауыржанды көргенде тоқтап қалды. Кешегі түнгі атыс пен айқайдан кейін балалардың көзінде әлі де қорқыныш бар еді. Бауыржан тізе бүгіп, балаларға қолын созды. Балаларым, қорықпаңдар. Мен сендерді ешкімге бермеймін. Арман, егіздің үлкені, батылданып бір қадам алға басты. Ол Бауыржанның беліндегі бос тұрған қынапқа, қару салғышқа қарап: «Сен нағыз батырсың ба? Кеше бізді құтқардың ба?» деп сұрады. Бауыржанның тамағына өксік тығылды. Ол баланың басынан сипап: «Мен сендердің әкелеріңмін. Енді әрқашан қастарыңда боламын» деді. Асқар да жүгіріп келіп, Бауыржанның мойнына асылды. Екі кішкентай жүрек әкесінің кең кеудесіне тигенде, Бауыржан өзінің нағыз империясы осы екенін түсінді. Ол оларды құшақтап, Әсемге қарады. Әсемнің көзінен бақыттың жасы парлап тұр еді. Алайда олар бақытқа кенеліп жатқанда, қаланың екінші шетінде, аурухана палатасында жатқан Мұраттың телефонына белгісіз нөмірден хабарлама келді. Бауыржан бәрін бітірдім деп ойлайды. Бірақ ол менің әлі тірі екенімді ұмытып кетті. Ойын енді басталды. Бұл Сәбитовтың түрмеге кетпес бұрын жіберіп үлгерген соңғы сәлемі еді, немесе Бауыржанның өткенінен шыққан тағы бір көлеңке. Бауыржан Сәбитовтың хабарламасы туралы әлі білмеген еді. Оның ойында тек бір ғана мақсат: Әсем мен балаларды бұл қанды қаладан алысқа, Еуропаның тыныш бір түкпіріне алып кету. Генерал Смағұлов көмекке келіп, оларға жаңа есімдер мен құжаттар дайындап берді. Енді олар Асқаровтар әулет емес, қарапайым Беріковтер отбасы болып шыға келді. «Жиналыңдар», деді Бауыржан таңғы астан кейін. «Біз 2 сағаттан соң ұшуымыз керек. Мұрат ауруханада қалады». Оның қауіпсіздігін генерал өз мойнына алды. Әсемнің жүрегі сезіп тұрғандай мазасызданды. Ол шағын чемоданға балалардың киімдерін салып жатып, қолы дірілдеп кетті. «Бауыржан, бәрі тым тез болып жатқан сияқты. Бізді жібере салар ма екен?» «Мен бәрін реттедім, Әсем. Сен маған сенші», деді Бауыржан оның қолын қысып. Олар Алматы халықаралық әуежайына келгенде, айнала тым тыныш көрінді. Бауыржанның күзетшілері оларды веб залына дейін шығарып салды. Бақылау бекетінен өтіп, ұшаққа отыруға небәрі 30 минут қалған еді. Дәл осы сәтте Бауыржанның телефонына Мұраттан қоңырау түсті. «Бауке». Мұраттың даусы әлсіз, әрі үзік-үзік шықты. «Кетіңіздер. Тездетіңіздер. Қанат». Ол қашып кетті. Ол арнайы жасақтың қолынан сытылып шығыпты. Ол жалғыз емес. Бауыржанның төбесінен жай түскендей болды. Сатқын Қанат әлі бостандықта. Ол Бауыржанның барлық құпия соқпақтарын, барлық жоспарларын беске білетін жалғыз адам еді. Бауыржан жан-жағына қарады. Әуежайдың күту залындағы адамдардың арасынан қара көзілдірік таққан, нық басып келе жатқан 3-4 жігітті көзі шалды. Олардың қолдары күртешелерінің қалтасында қару жасырып тұрғаны белгілі еді. «Әсем, балаларды ал да, анау дәретхана жақтағы қызметтік есікке қарай жүгір. Тезірек». Бауыржан Әсемді алға итеріп жіберді. «Бауыржан, сен ше?» Әсемнің көзіне жас толды. «Мен оларды бөгеймін». «Жүгір», дедім. Бауыржанның даусы ақырған арыстанның үніндей шықты. Әсем балаларды жұлқып алып, адамдардың арасымен қаша жөнелді. Дәл сол сәтте әлгі жігіттер қаруларын суырып алды. Әуежай ішінде адамдар шыңғырып, жан-жаққа қаша бастады. Дүрбелең басталды. Бауыржан жақын маңдағы темір орындықты аударып жіберіп, тасаға тығылды. Ол өзімен бірге алып шыққан жалғыз тапаншасын оқтап, Қанаттың адамдарына қарата оқ жаудырды. Оның мақсаты оларды өлтіру емес, Әсем мен балалар ұшаққа жеткенше уақыт ұту еді. «Бауке, беріл. Сенің жолың осы жерде бітеді», деп айқайлады Қанаттың даусы. Ол бағанағы жігіттердің артында, қалың топтың тасасында тұр еді. Бауыржан 2 адамды жаралап, оларды шегінуге мәжбүр етті. Бірақ оқ таусылып бара жатты. Ол қызметтік есікке қарай шегіне бергенде, артынан біреудің суық қару тақағанын сезді.
Қозғалма, Бауыржан. Бұл Қанат емес еді. Бұл дауысты Бауыржан өте жақсы танитын. Бұл Сәбитовтің сатқындық жасамайды деп сенген кезінде өзі баулыған шәкірті Тимур еді. Сен деме, Тимур. Бауыржан ауыр күрсінді. Кешіріңіз, ұстаз. Бірақ Сәбитов түрмеде отырып ақ бізге үлкен сома ұсынды. Сіздің басыңыз, біздің еркіндігіміз, Тимур шүріппені басуға дайындалды. Дәл осы сәтте әуежайдың төбесінен шынылар қирап, ішке гранаталар лақтырылды. Көзді ашып жұмғанша айналаны қою түтін басты. Әуежайдың веб-залы көз ілеспес жылдамдықпен қою ақ түтінге оранды. Бұл кәсіби деңгейдегі түтін гранаталары еді. Тимур Бауыржанның желкесіне тақап тұрған тапаншасының шүріппесін басып үлгергенше, біреу оның қолын шапшаң қайырып жерге алып ұрды. Қаш, Бауке! Тез! Деген таныс дауыс құлағына шалынды. Бұл Бауыржанның баяғыдан бері көлеңкеде сақтап келген резервтегі күзетшілері еді. Олар Бауыржанның бұйрығынсыз ақ, жағдай ушыққанда іске кірісуге дайындалған болатын. Түтін ішінде атыс басталды, бірақ Бауыржан Тимурмен алысып жатпай, Әсем мен балалар кеткен қызметтік есікке қарай ұмтылды. Ол есіктен өтіп, ұшақтар тұратын алаңға, перронға шыққанда Әсем мен балаларды көліктің тасасына тығылып тұрған жерінен тапты. Олардың жанында генерал Смағұловтың 2 сарбазы қаруларын кезеп сақ тұр екен. Бауыржан. Әсем оған қарай ұмтылды, бірақ Бауыржан оны тоқтатты. Уақыт жоқ. Ұшаққа. Ол алыста тұрған жекеменшік шағын ұшақты, бизнес-джетті нұсқады. Ұшақтың қозғалтқыштары гүрілдеп, ұшуға дайын тұр еді. Олар ұшаққа қарай жүгіріп бара жатқанда, артынан тағы да көліктердің дауысы естілді. Қанат пен Тимурдың адамдары әуежай күзетін бұзып өтіп, ұшу алаңына шығып үлгеріпті. Оқтар ұшақтың темір қаптамасына тарс-тарс тиіп, ұшқын шашырата бастады. Бауыржан Әсем мен егіздерді ұшақтың трапына, сатысына итеріп шығарды. Жабылыңдар. Ұшыңдар. Деп айқайлады ол ұшқышқа. Сен ше? Бауыржан, сенсіз кетпеймін. Әсем ұшақ есігіне жабысып, айқайлап жылады. Мен оларды тоқтатуым керек, Әсем. Әйтпесе олар бізді әуеде атып түсіреді. Мен сендерге уәде беремін, мен міндетті түрде келемін. Менің балаларымды сақта. Бауыржан Әсемнің қолын босатып, ұшақтың есігін сыртынан жауып жіберді. Ұшақ орнынан қозғалып, жылдамдық ала бастады. Бауыржан жалғыз өзі, қолындағы соңғы оқтары қалған тапаншасымен, өзіне қарай ағылып келе жатқан 3 жол талғамайтын көлікке қарсы тұрды. Ол өлімге емес, ерлікке бел буған еді. Көліктердің бірінен Қанат басын шығарып. Атыңдар. Бәрін атыңдар. Деп ақырды. Бауыржан тізе бүгіп, нысананы дәл көздеді. Бірінші оқ алдағы көліктің дөңгелегіне тиіп, ол аударылып қалды. Екінші көлік соқтығысып, жолды бөгеп тастады. Бауыржан осы сәтті пайдаланып, жанармай таситын үлкен цистернаның қасына барып тығылды. Егер маған жақындасаңдар, бәріміз бірге күлге айналамыз. Бауыржан тапаншасын цистернаға қарай бағыттады. Бұл шахматтағы пат жағдайы еді. Қанат пен оның адамдары көліктен түсіп, Бауыржанды қоршап алды, бірақ ешқайсысы оқ атуға батпады. Бір ғана ұшқын бүкіл әуежайды ауаға ұшыруы мүмкін еді. Сол сәтте Бауыржанның төбесінен Әсем мінген ұшақ көкке көтерілді. Ол ұшақтың соңынан қарап тұрып іштей. Бақытты болыңдар, деп күбірледі. Оның жүзінде қорқыныш емес, жеңімпаздың жымиысы пайда болды. Аспанда Әсем мен балалар отырған ұшақ бұлттардың арасына сіңіп көзден таса болды. Бауыржан оның соңынан мақтанышпен қарап тұрды. Ол өз міндетін орындады, отбасын құтқарды. Енді оның алдында ажалмен бетпе-бет келу ғана қалды. Қанат пен Тимур бастаған 10 шақты қарулы адам Бауыржанды қоршап алған. Олардың арасы небәрі 10-15 метр. Бірақ Бауыржанның қолы жанармай толы алып цистернаның шүмегіне бағытталған тапаншада тұр. Бір ғана оқ айналаның бәрін тозаққа айналдырады. Бауке, бұл ақымақтық, деп айқайлады Қанат қолындағы қаруын дірілдетіп. Сен өлсең, бәріміз өлеміз. Таста қаруды. Сәбитов саған тиіспеуді бұйырды, тек басыңда әкелсек болды. Бауыржан ащы мысқылмен жымиды. Қанат, сен мені әлі танымайды екенсің.
Мен үшін басымның қайда қалатыны маңызды емес, жанымның кімде қалатыны маңызды. Менің жаным анау ұшақпен бірге ұшып кетті. Ал сендерде тек бос кеудем қалады. Тимур жанындағыларға белгі беріп, ақырын жылжи бастады. Ол Бауыржанның назарын аударып, басқа жақтан соққы бермекші. Бірақ Бауыржанның көзі, қыранның көзі. Тоқта, Тимур. Тағы бір қадам жасасаң, Алматының әуежайы тарихтағы ең үлкен алауға айналады. Бауыржанның дауысынан ешқандай үрей сезілмеді. Дәл осы сәтте әуежайдың сыртқы қақпасынан қара түсті Range Rover көлігі жоғары жылдамдықпен кіріп келді. Көлік Бауыржан мен Қанаттың ортасына келіп, шұғыл тоқтады. Көліктен Айдана Сәбитова шықты. Оның үстіндегі үйлену тойына дайындаған ақ көйлегі қан мен шаңға боялған, шашы қобыраған, бірақ жанарында ессіз бір батылдық бар еді. Тоқтатыңдар, деп айқайлады Айдана. Ол тура Бауыржан мен Қанаттың арасына тұрып алды. Қанат, әкем саған бұйрық бергенін білемін. Бірақ ол қазір түрмеде. Ал мен оның жалғыз мұрагерімін. Егер Бауыржанға бірде-бір оқ тиетін болса, сендерге уәде беремін, бұл әлемде тығылатын тесік таппайсыңдар. Қанат сасып қалды. Ол үшін Сәбитовтың ақшасы маңызды еді, ал Айдана сол ақшаның заңды иесі. Айдана ханым, бұл қауіпті, деп күңкілдеді Тимур. Әкет адамдарыңды. Қазір. Айдана Бауыржанға бұрылды. Оның көзінде өшпенділік емес, терең бір өкініш бар еді. Бауыржан, сенің оны әсемді, қалай сүйетініңді енді түсіндім. Сен ол үшін өлуге дайынсың. Ал мен сені тек иеленгім келді. Бауыржан тапаншасын әлі түсірген жоқ. Неге маған көмектесіп тұрсың, Айдана? Мен сені құтқару үшін емес, өзімді құтқару үшін келдім. Әкемнің қылмыстарына ортақ болғым келмейді. Кет, Бауыржан. Ұшағым кетіп қалды, бірақ менің жеке тікұшағым анау ангарда тұр. Ұшқыш дайын. Қанат пен оның адамдары Айдананың айбынынан сескеніп, қаруларын төмен түсіре бастады. Бірақ Қанаттың көзіндегі арамдық сөнген жоқ. Ол Бауыржанды жібере салғысы келмеді. Бауыржан Айданаға жақындап, оның көзіне тура қарады. Рахмет, Айдана. Сен бүгін нағыз ерлік жасадың. Бауыржан ангарға қарай бет алды. Ол тікұшаққа отырып, көкке көтерілгенде төменде қалған Айдана мен Қанаттың кішірейіп бара жатқан бейнелерін көрді. Бірақ ол бір нәрсені байқамады. Қанат Айдананың артында тұрып, телефонымен біреуге хабарласып жатыр еді. Ол әуеде. Тікұшақпен бара жатыр. Нысананы қабыл алыңдар, деп сыбырлады Қанат. Тікұшақ Алматының ақ басты тауларын артқа тастап, Қырғыз шекарасына қарай бағыт алды. Бауыржан кабинаның терезесінен төменге қарап, терең тыныс алды. Оның денесі ауырсыздап, шаршағаны соншалық көздері өз-өзінен жұмылып бара жатты. Бірақ ол әсем мен балалардың қауіпсіз жерде екенін ойлағанда, бойына қайтадан күш біткендей болды. Шекараға дейін қанша қалды? Деп сұрады Бауыржан ұшқыштан. 15 минуттық жер, Бауке. Бірақ ұшқыш мазасыздана радарға қарады. Біздің соңымыздан тағы бір тікұшақ келе жатыр. Ол өте жылдам жақындап келеді. Ресми тіркеуі жоқ. Бауыржанның денесі мұздап сала берді. Қанат. Ол Бауыржанды аспанда да жайына қалдырмақ емес. Бауыржан артқы терезеден қарағанда қара түсті әскери үлгідегі Eurocopter тікұшағының жақындап қалғанын көрді. Кенет қара тікұшақтың бүйірінен от жар ете қалды. Төменде, деп айқайлады Бауыржан. Тікұшақ шұғыл оңға қарай бұрылды. Дәл осы сәтте олардың жанынан пулеметтің оқтары зулап өтіп, аспан аясын тіліп жіберді. Қанат өз дегеніне жету үшін тіпті Айдананың тікұшағын атып түсіруден де тайынбай отыр. Олар бізді атып түсірмекші. Мына тікұшақтың қорғанысы жоқ, деп айқайлады ұшқыш сасқалақтап. Тау шатқалдарының арасына кір. Биіктікті азайт. Бауыржан ұшқыштың жанына отырып, бағытты көрсетті. Екі тікұшақ биік құздардың арасында нағыз аспан жарысын бастады. Бауыржан отырған тікұшақтар шатқалдармен шебер маневр жасап, жаудың нысанасынан жалтаруға тырысты. Бірақ Қанаттың тікұшағы қуаттырақ әрі жылдамырақ еді. Тағы бір пулемет кезегі тікұшақтың артқы қанатын, хвостовой ротор, жанап өтті. Көлік қатты сілкініп, басқарудан шыға бастады.
Бауке, қозғалтқыш зақымдалды. Біз құлап барамыз. Ұшқыш шұғыл қонуға жер іздеді. Тікұшақ тау басындағы жазық алаңқайға қатты соққымен келіп қонды. Қону кезінде Бауыржан басын ұрып алып, бір сәт есінен танып қалды. Ол есін жиғанда қасындағы ұшқыштың қан жоса болып жатқанын көрді. Сыртта екінші тікұшақтың қонуға дайындалып жатқан гүрілі естілді. Бауыржан тістеніп, тікұшақтан еңбектеп шықты. Оның қолында тек айдана берген соңғы патроны бар тапанша ғана қалған. Айнала аппақ қар мен суық жел. Ол тас-тасасына тығылып, қанаттың көліктен түсуін күтті. Қара тікұшақ жерге қонды. Одан Қанат пен Тимур, тағы екі қарулы адам түсті. Шық, Бауыржан. Сенің ертегің осы таудың басында аяқталады. Қанаттың дауысы масайрап шықты. Сенің басыңды Сәбитовке емес, енді оның жауларына сатамын. Олар сен үшін екі есе көп төлейді. Бауыржан терең дем алып, тапаншасын оқтады. Бұл оның өміріндегі ең соңғы оқ болуы мүмкін еді. Бірақ ол жеңілуге дайын емес. Қанат. Бауыржан тас-тасасынан шықты. Сен менің басымды емес, тек өз ажалыңды таптың. Дәл осы сәтте Бауыржан оқ атпады. Ол қолындағы рацияның түймесін басты. Сол ақ екен, таудың арғы бетінен тағы екі әскери тікұшақ, бұл жолы генерал Смағұловтың шекара қызметі атып шықты. Генерал Бауыржанға маяк берген еді. Бауыржан өзін жем ретінде пайдаланып, Қанатты шекара маңындағы ашық алаңға әдейі тартып әкелген болатын. Тау басындағы ақ ұлпа қар мен аспандағы темір құстардың гүрілі астасып кетті. Генерал Смағұловтың шекаралық тікұшақтары Қанаттың тобын шеңберге алып, төбеден прожекторлармен жарық түсірді. Қаруды тастаңдар. Қарсылық көрсеткендер жойылады. Громкоговорительден шыққан дауыстау жаңғыртып тұрды. Қанаттың адамдары мен Тимур аспандағы әскери техниканы көргенде, қарсыласудың мәнсіз екенін түсініп, қолдарын көтерді. Бірақ Қанат есінен танғандай күйде. Ол өзінің бүкіл жоспарының күл талқан болғанын, енді оны не өлім, не мәңгілік түрме күтіп тұрғанын білді. Жоқ. Бұлай болуы мүмкін емес. Қанат айқайлап жіберіп тапаншасын Бауыржанға қарай бағыттады. Бауыржан мұндайды күткен еді. Ол Қанат шүріппені басып үлгергенше қар үстінде аунап түсіп, тас-тасасына жасырынды. Дәл сол сәтте шекарашылардың тікұшағынан ескерту оғы атылды. Оқ Қанаттың аяғының астына тиіп, оны қарға ұшырып түсірді. Бауыржан орнынан тұрып, Қанаттың қасына баяу басып келді. Оның жанарында ашу емес, тек жиіркеніш пен аяныш бар еді. Сен тек ақшаны сүйдің, Қанат. Ал мен адамды сүйді үйрендім. Біздің айырмашылығымыз осында, деді Бауыржан суық дауыспен. Ол Қанаттың қолындағы қаруын теуіп жіберді де, артынан келіп жеткен арнайы жасақ сарбаздарына жол берді. Сарбаздар Қанат пен оның адамдарын кісендеп, тікұшаққа қарай сүйрей жөнелді. Генерал Смағұлов екінші тікұшақтан түсіп, Бауыржанға жақындады. Ол Бауыржанның иығынан қағып: сен өз міндетіңді атқардың. Қанат та, Сәбитов те енді ешқашан күн жарығын көрмейді. Алматы тазарды, деді. Рахмет, генерал. Бірақ менің жолым әлі біткен жоқ. Бауыржан алыс көк жиекке, әсем кеткен жаққа қарады. Мен білемін. Саған дайындалған ұшақ шекараның арғы бетінде, Қырғызстанның әуежайында күтіп тұр. Ол сені Түркия арқылы Еуропаға жеткізеді. Сенің жаңа төлқұжатың мен құжаттарың сонда. Енді сен Бауыржан Асқаров емесің. Сен жай ғана отбасына асыққан жолаушысың. Бауыржан генералмен қоштасып, жараланған ұшқышын жедел жәрдем тікұшағына берді де, өзіне арналған көлікке отырды. Тура 24 сағаттан соң Швейцарияның таулы аймағы. Әсем балалармен бірге шағын, бірақ өте жайлы виллада отыр еді. Сыртта жаңбыр сіркіреп тұр. Ол үнемі есікке қарап, әрбір дыбыстан селк етеді. Арман мен Асқар жаңа ойыншықтарымен ойнап отырғанымен, олар да әкеміз қашан келеді деп сұраудан жалықпады. Кенет ауладағы есіктің қоңырауы соғылды. Әсемнің жүрегі мұздап кетті. Ол үрейлене басып барып, есіктің көшесінен қарады. Есік алдында үсті басы малшынған, жүдеген, бірақ жүзінде жылы жымиыс бар Бауыржан тұр еді. Әсем есікті жұлып ашты. Бауыржан оны бірден құшағына алды.
Екеуі де ештеңе айта алмады, тек жаңбырдың астында бір-біріне тығылып, ұзақ жылады. Мен келдім, әсем. Мен айттым ғой, деп сыбырлады Бауыржан. Бірақ олар үйге кіргенде қонақ бөлмесіндегі теледидардан халықаралық жаңалықтар көрсетіліп жатыр еді. Диктордың дауысы Бауыржанның назарын аударды. Бүгін Алматы түрмесінде белгілі кәсіпкер Сәбитов жұмбақ жағдайда көз жұмды. Бауыржанның жүрегі секем алды. Сәбитовтың өлімі соңғы нүктенің қойылғаны ма, әлде жаңа бір үлкен қауіптің бастамасы ма? Швейцарияның таулы аймағындағы тыныштық Бауыржан үшін ертегідей көрінді. Таңертең терезені ашсаң, апақ шыңдар мен жасыл желек көз тартады. Ол әсеммен бірге террасада отырып, балалардың көгалда асыр салып ойнағанын тамашалайтын. 5 жылдық сағыныш пен соңғы күндердегі тозақ оты артта қалғандай еді. Бірақ теледидардан Сәбитовтің өлімі туралы естіген сәттен бастап, Бауыржанның бойын мазасыздық биледі. Ол Сәбитовтің жүрегі мықты екенін, оның түрмеде өзінен өзі өле салмайтынын жақсы білетін. Біреу соңғы нүктені қойып, куәгерлердің көзін жойып жатқандай сезілді. Бір аптадан соң, Бауыржан жергілікті дүкеннен азық-түлік алып келе жатқанда, жол жиегінде тұрған күміс түсті Мерседес көлігіне көзі түсті. Көліктің қасында ешкім жоқ, бірақ терезесі сәл ашық тұр екен. Бауыржан жанынан өте бергенде іштен таныс дауыс шықты. Жаңа өмір құтты болсын, Бауыржан. Немесе Мырза Беріков десем бе екен. Бауыржан селт ете қалды. Бұл Айдананың дауысы еді. Ол көліктің артқы орындығында отыр екен. Үстінде қара киім, көзінде қара көзілдірік. Ол әкесінің қазасынан кейін едәуір жүдеп, есейіп кеткендей көрінді. Айдана, сен бұл жерді қалай таптың? Бауыржан жан-жағына сақтана қарады. Менің әкем сен ойлағаннан да секемшіл болған. Ол саған арнап жасалған жаңа құжаттардың көшірмесін баяғыда-ақ сатып алып қойған еді. Ол өлді, Бауыржан. Бірақ ол маған бір хат қалдырып кетіпті. Айдана көліктен түсіп, Бауыржанға конверт ұсынды. Бұл хатта сенің отбасыңды жою туралы бұйрық емес, сенің шынайы өткенің туралы шындық жазылған. Әкем сені 5 жыл бұрын әсемнен айырғанда, тек сені қорғауды ғана ойламаған. Ол сенің әкеңнің өліміне өзінің қатысы бар екенін жасырғысы келген. Бауыржанның басына жай түскендей болды. Ол әкесін кездейсоқ атыста қайтыс болды деп есептейтін. Сөйтсе, ол Сәбитовтың құрған тұзағы екен ғой. Неге маған бұны айтып тұрсың? Деді Бауыржан тістеніп. Өйткені әкемді өлтірген мен емес, сен деймесің. Оны түрмеде Сәбитовтер әулетінің ең үлкен жауы, Көкжал лақап атымен белгілі адам тапсырыспен өлтіртті. Енді сол Көкжал сені іздеп жатыр. Ол сенің Сәбитовтың бүкіл мұрасына ие болатыныңнан қорқады. Маған ешқандай мұраның керегі жоқ. Менің бақытым мына үйдің ішінде. Бауыржан үй жақты нұсқады. Ол үшін бәрібір. Сен тірі куәгерсің. Бауыржан, саған ескерту үшін келдім. Ол мағанда қауіп төндіріп тұр. Екеумізге бірігу керек, немесе екеуміз де жоқ боламыз. Дәл осы сәтте Бауыржанның үйі жақтан қатты жарылыстың дыбысы естілді. Үйдің айналасы қою түтінге оранып, әсемнің шыңғырған дауысы тауы жаңғыртты. Бауыржан қолындағы пакетін тастай салып, үйіне қарай жүгірді. Оның жүрегінде тек бір ғана қорқыныш. Кеш қалмасам екен. Бауыржан жарылыс болған жаққа демі таусыла жүгіріп жетті. Вилланың алдыңғы бетіндегі терезелер қирап, ауладағы ағаш дуалдың бір шеті лаулап өртеніп жатыр. Қою қара түтін аспанға көтеріліп, айналаны ашы иіс басты. Әсем. Арман. Асқар. Бауыржанның дауысы құмығып, жан дауысы шыға айқайлады. Ол өртеніп жатқан үйге қойып кетпекші болғанда, үйдің артқы жағындағы бақшадан Әсемнің есеңгіреген дауысын естіді. Жүгіріп барса, Әсем 2 баласын бауырына басып жерде отыр екен. Жарылыс толқыны оларды артқы есіктен лақтырып жіберген көрінеді. Балалардың үсті басы шаң болғанымен аман екен. Сендер тірісіңдер. Тірісіңдер. Бауыржан оларды құшағына алды. Денесі дірілдеп, көзінен еріксіз жас шықты. Дәл осы сәтте Айдананың көлігі үйдің алдына келіп тоқтады. Ол жүгіріп келіп, жағдайды көргенде түсі суып кетті. Бұл ескерту, Бауыржан. Көкжал осылай істейді. Ол сені бірден өлтірмейді,
алдымен ең қымбатыңды тартып алып, жаныңды қинағысы келеді. Бауыржан орнынан түрегелді. Оның жанарындағы мейірім сөніп, орнына суық, қатыгез от пайда болды. Ол енді қашқысы келмеді. Қанша тығылса да, өткені оны тау басында да тауып алды. Әсем, балаларды алда, Айдананың көлігіне отыр, деді Бауыржан бұйрық раймен. Жоқ. Бауыржан, мен сені қалдырмаймын. Әсем оның қолынан ұстап, жібергісі келмеді. Әсем, тыңдашы. Мен осы көкжалдың көзін жоймайынша бізге бұл жер шарында тыныштық жоқ. Ол менің әкемді өлтірді, енді менің балаларыма қол созды. Бұл жерде қалсаңдар, бәріміз бірге өлеміз. Айдана сендерді консулдыққа немесе қауіпсіз жерге жеткізеді. Маған сен. Айдана Әсемді қолтығынан демеп көлікке қарай жетеледі. Уайымдама, Әсем. Ол аман оралады. Ол Бауыржан Асқаров қой. Көлік орнынан қозғалып, тау жолымен төмен қарай заулай жөнелді. Бауыржан өртеніп жатқан үйінің алдында жалғыз қалды. Ол күртешесінің ішкі қалтасынан баяғыда Мұрат берген, Швейцарияға алып келген жалғыз бұйымын, спутниктік телефонды алды. Ол бір нәрсені түсінді. Көкжал жай ғана қылмыскер емес, ол Бауыржанның айналасындағы ең жақын адамдардың бірі болуы мүмкін. Өйткені оның Швейцариядағы жасырын мекен жайын санаулы ғана адам білетін. Бауыржан нөмірді терді. Генерал Смағұлов, деді ол телефон тұтқасын алғанда. Маған көмек керек емес. Маған тек бір ақпарат керек. Сәбитовтың түрмедегі өлімі кезінде күзетте кім тұрды? Және менің мекен жайымды Мұраттан басқа тағы кімге бердіңіз? Генералдың үнінен де мазасыздық білінді. Бауыржан, мен де соны тексеріп жатырмын. Бірақ бір жайсыз хабар бар. Мұрат ауруханадан жоғалып кетті. Оны ешкім таппай жатыр. Бауыржанның қолындағы телефоны жерге түсіп кете жаздады. Оның 20 жылдық сенімі, бауырласқан досы Мұрат. Шын мәнінде көкжал сол болуы мүмкін бе? Бауыржан ешкімге ескертпестен, жалған төлқұжатпен Алматыға ұшып келді. Ол өзінің зәулім үйлеріне немесе бұрынғы кеңселеріне жолаған жоқ. Ол өзінің ең алғашқы қадамын бастаған, ешкім білмейтін кішкентай жалдамалы пәтерге жайғасты. Оның мақсаты біреу, көкжалды иісінен тауып алу. Генерал Смағұловтың берген деректерімен өз түйсігі Бауыржанды қаланың шетіндегі ескі өндірістік аймаққа алып келді. Мұнда 20 жыл бұрын ол Мұратпен бірге алғашқы бизнесін бастаған еді. Ескі қоймалардың арасындағы құлаған ғимараттың алдында таныс қара Тойота тұрды. Бұл Мұраттың жақсы көретін көлігі. Бауыржан қаруын оқтап, ғимараттың ішіне ақырын енді. Іш кеуіп қалған, тек алыстан тамшылаған судың дыбысы мен ескі темірдің сықырлаған үні естіледі. Мұрат! Бауыржанның дауысы қойма ішін жаңғыртты. Егер сен осында болсаң, шық. Біздің арамызда құпия қалмауы керек еді ғой. Көлеңкеден ақсаңдай басқан адам бейнесі көрінді. Бұл Мұрат еді. Бірақ оның түрі қорқынышты. Жүзі көгерген, қолы таңулы, көзінде шексіз шаршау бар. Бауке. Сен келдің бе? Мұраттың даусы қырылдап шықты. Олар мені сатқын қылып көрсеткісі келді. Олар сенің маған деген сеніміңді пайдаланып, сені осында шақырғысы келді. Кімдер, Мұрат? Көкжал кім? Бауыржан оған жақындай түсті. Көкжал бір адам емес, Бауке. Бұл, Сәбитовтың кезінде өзің өсірген, бірақ кейін шеттеткен адамдарыңның одағы. Олардың басында. Мұрат сөзін аяқтап үлгермеді. Жоғарыдан қойманың темір балконынан суық күлкі естілді. Бауыржан басын көтеріп қарағанда Тимур мен Қанаттың әлі де тірі, әрі қарулы екенін көрді. Олардың қасында Айдананың әкесінің ең жақын кеңесшісі болған, ешкім мән бермеген сұр кардинал Самат тұрды. Шындықты білгің келе ме, Бауыржан? Деді Самат менсінбей. Мұрат сатқын емес. Ол жай ғана жем. Біз сені Швейцарияда жарып жібере алмадық, өйткені Айдана бізге кедергі болды. Бірақ сенің өз аяғыңмен осында келетініңді білдік. Мұратты біз ұрлап әкеттік, оның телефонынан хабарламаларды біз жаздық. Бауыржан Мұраттың жанына жетіп барып, оны тасаға тартты. Кінәсіз екеніңді білгенмін, бауырым. Кешір мені.
Енді кешірім сұраудың пайдасы жоқ, деді Самат қолын көтеріп. Мұнда бүкіл ғимарат миналанған. Сен өлсең, Сәбитовтің барлық активтері бізге өтеді. Ал сенің отбасыңды біз кейінірек тауып аламыз. Бауыржан айналасына қарады. Ол тұзаққа түскенін түсінді. Бірақ ол Бауыржан Асқаров. Оның әрқашан жоспары болатын. Самат, сен бір нәрсені ұмыттың, деді Бауыржан сабырмен. Мен бұл жерге жалғыз келген жоқпын. Мен келгенде генерал Смағұловтың бүкіл арнайы жасағы бұл ауданды қоршап үлгерді. Ал сенің миналарың? Бауыржан қолындағы кішкентай пультті көрсетті. Менің адамдарым оларды баяғыда залалсыздандырып тастады. Саматтың өңі қуарып кетті. Ол Тимур мен Қанатқа белгі берді. Атыс басталды. Бауыржан мен Мұрат ескі темірлердің тасасымен жылжып, соңғы шайқасқа кірісті. Бұл, Мәскеу мен Алматыны дірілдеткен ескі достардың иық тіресіп соғысқан соңғы сәті еді. Қойма ішіндегі атыс ұзаққа созылмады. Генерал Смағұловтың арнайы жасағы ғимаратқа лап қойғанда, Самат пен оның жендеттері тығырыққа тірелгенін түсінді. Қанат пен Тимур қашып құтылмақ болғанымен темір тордың арғы жағына аттанды. Ал Самат өз қылмысының жазасын заң алдында өтеу үшін қолға түсті. Бауыржан жараланған Мұратты демеп, ғимараттан сыртқа шықты. Далада таң атып келе жатыр екен. Алматының тауларынан ескен салқын самал өткен күндердің қанды иісін шайып әкеткендей болды. Бәрі бітті, Мұрат. Енді шынымен бітті, деді Бауыржан досының иығынан қағып. Иә, Бауке. Енді сенің жолың тек үйге қарай, деп жымиды Мұрат. Бір жылдан соң Швейцарияда жасыл желекке оранған тау бөктеріндегі саябақ. Күн шуағы айналаны нұрландырып, құстардың әні естіледі. Көгалдың үстінде екі ұл бала, Арман мен Асқар, түрлі түсті көбелектердің соңынан жүгіріп, мәз-мейрам болып жүр. Олардың ашық күлкісі бүкіл бақты жаңғыртып тұр. Бауыржан Әсемді артынан келіп құшақтады. Оның иегі Әсемнің иығына сүйеніп, екеуі де балаларының ойынына үнсіз тамсанып тұрды. Осыдан бір жыл бұрын бұл бақыт олар үшін қол жетпес арман сияқты еді. Әсем Бауыржанның қолын қысып, оған жылы жымиды. Оның құрсағы білініп қалыпты, олар үшінші перзенттерін, кішкентай қыз баланы күтіп жүрген еді. Қарашы, деді Әсем сыбырлап. Олар қандай бақытты. Сен бұған сенер ме едің? Мен енді тек осыған сенемін, деді Бауыржан нық дауыспен. Нағыз билік қорқынышта немесе қаруда емес екен. Нағыз билік сені кешіре алған махаббат пен балаларыңның бейбіт ұйқысында. Осы сәтте саябақтың кіреберісінде таяққа сүйенген, бірақ жүзінде нұр бар Мұрат көрінді. Ол досының шақыруымен Швейцарияға осы тыныш өмірдің бір бөлшегі болу үшін келген еді. Сәл әріректе Айдананың да келгені байқалды. Ол да бұрынғы өмірімен қоштасып, қайырымдылықпен айналысып, жаңа жол тапқан болатын. Бұл жерде ешкім Бауыржанды Мәскеудің ең қауіпті адамы деп білмейтін. Ешкім оның қолында қанша қан, жүрегінде қанша мұң болғанын сезбейтін. Ол үшін бұл әлемде тек әке және жар деген ең биік лауазымдар ғана қалды. Кейбір хикаялар үлкен соғыстармен аяқталады, бірақ ең әдемі хикаялар қарапайым бақытты күндермен және ертеңгі күнге деген үлкен үмітпен аяқталады. Бауыржан Асқаров өзінің ең басты жеңісіне жетті. Ол өзінен қашқан өткенін емес, өзін күткен болашағын жеңіп алды.